Қайырлы күн, назарларыңызда All News және мен Айсана Қахарман. Әңгіме басын әдеттегідей мәжілістің кезекті жалпы отырысынан бастасақ. Оның барысында ауыл фракциясының депутаттары белсенді болды. Экология мәселелері және табиғатты пайдалану комитетінің мүшесі Аян Зейнуллин Қазақстан мен Өзбекстан үкіметтерінің арасындағы экология және қоршаған ортаны қорғау саласындағы ынтымақтастық туралы келісімді ратификациялау туралы заң жобасы жөнінде қосымша баяндама жасады. Ал Таңсәуле Серіков тауар биржаларындағы мәміле және сауда-саттық нәтижелері туралы ақпараттың сақталу мерзімі туралы, Ерболат Саурықов Өзбекстан ғалымдарымен арадағы киіктерге қатысты ғылыми жұмыстар нәтижесі мен қара құйрық миграциясына байланысты мәселе қалай шешілетіні туралы сұрады. Сондай-ақ фракция тарапынан бірнеше депутаттық сауал жолданды. Қарақат Абден премьер-министр Олжас Бектеновке урбанизация мәселелері туралы, Аланаз Баққожаев ұлттық экономика министрі Нұрлан Байбазаровқа ауыл шаруашылығы өнімдерін өткізу мәселелері мен әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациялардың осы процеске тікелей қатысуы туралы депутаттық сауал жолдады. АЭС құрылысын қолдау және түсіндіру мақсатында мәжіліс депутаттары өңірлерге іс-сапарларға шықты. Ауыл партиясының фракция депутаттары атап айтқанда, партия төрағасы Серік Егізбаев Қызылорда облысында, Аназ Баққожаев Жетісу облысында, Жигули Дайрабаев Ақмола облысында, Аян Зейнуллин Солтүстік Қазақстан облысында, Ерболат Саурықов Жамбыл облысында, Таңсәуле Серіков Түркістан облысында, Қарақат Абден Шымкентте және Николай Арсютин Астанада кездесулерге қатысты. Ауыл партиясының ұйымдастыруымен аймақтарда топтастырылған семинар кеңестер бастау алды. Алғашқы семинарлар Легі Орал қаласында ұйымдастырылды. Оған ауыл партиясының белсенділері Батыс Қазақстан, Атырау, Ақтөбе, Маңғыстау облыстарының партия активі және алдағы уақытта дәл осындай семинарлар өтетін Тараз, Павлодар облыстары мен Алматы қаласы бойынша өңірлік филиалдар басшылығы қатысты. Аталмыш семинарлар аясында партиялық құрылым, қаржысыз қоғам, медиа ресурстарды қолдану, шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту үрдістері, кәсіподақ, студенттік құрылыс және жастар жасақтарын құру жобасын жетілдіру, тағы басқа тақырыптарда лекциялар оқылып, ауыл партиясының әлеуметтік маңызы бар жобалары таныстырылды. Астанада Кітап Тайм 2024 үшінші жалпы республикалық кітап фестивалі өтті. Ауыл партиясы ауылдық кітапханаларды қолдау мақсатын көздейтін ауыл кітапханаларына 100 кітап акциясына қолдау білдіріп, партия мүшелері жинаған кітап қорын акция ұйымдастырушыларына табыс етті. Шоу-даун соқырлар үстел теннисі федерациясы республикалық қоғамдық бірлестігінің ұйымдастыруымен еліміздегі ресми тіркелген саяси партиялар арасында партия күші бірлікте, көз жанары жүректе атты турнир өтті. Жоғары бәсекелестік жағдайында өткен турнир қорытындысына сәйкес, ауыл партиясының командасы жүлделі 3-ші орынды иемденді. Осы да өзге де жаңалықтарды біздің әлеуметтік желілерден таба аласыздар. Ауыл аман, ел еңселі болсын. Келесі аптада жүздескенше.